8-ci дәрсimiz. Дәрістің тақырыбы ұлттық саяси күрестің әдебиеттегі көрінісі, әдебиеттегі цензура. Дәрісіміздің мақсаты ұлттық саяси күрестің әдебиеттегі көрінісін саралап түсіндіру, әдебиеттегі цензураның көрініс туралы қысқаша мағлұматтар беру. Лекциямыздың жоспары ұлттық саяси күрестің әдебиеттегі көрінісін, әдебиеттегі цензураның көрінісін талқылау. Қазақтың мұңын жеткізетін, әлеуметтік жайын, қоғамдық қарым-қатынастарын көрсететін бірден-бір халықтық мінбер сөз өнері болғандықтан, олардың баршасы әдебиеттен көрініс тауып жатты. Сондықтан да қазақ ренессансы өзінің толық мазмұнын осы сөз өнерінен тапты. Дегенмен, ренессанс сияқты аса ірі құбылыстың бір ғана сөз өнерінен байқалуы аздық ететін деді. Осы құбылыстың барлық негізгі сипаттарын көрсету үшін ол басқа салаларды да қамтыды. 20 ғасыр басында қазақ ой өрісінің кеңеюі, жазба әдебиет жанрларының қалыптасуы, ғылымның тууы, театр өнерінің дүниеге келуі, ең бастысы осыларды қалыптастыратын қазақ зиялы қауымының шоғырлануы ренессанстық белгілер еді. 20 ғасыр басында қалыптасқан ояну дәуірін қазақ ұлттық ренессансы деген дұрыс шығар. Себебі ілгеріде жазғанымыздай, қазақ ренессансында алдыңғы қатарға тұтас ұлт шықты. Адам сол тұтас ұлттың ауқымында қарастырылды. Алаш қозғалысы өзіне дейінгі барлық қозғалыстардан басты айырмасы, қажет болса тіпті артықшылығы, оның интеллектуалдық мәдени қозғалысында еді. Әлбетте бұл алаш қозғалысы саяси бағыттағы күрес дегенімізбен, оның негізінде 19 ғасырдың аяғы мен 20 ғасырдың басында заманауи білім алған қазақ зиялылары тұрды. Олардың ішінде гуманитарлық білім алғандардың үлесі үлкен болды. Егер қозғалыс жетекшісі Әлихан Бөкейханды саяси көсем десек, Ахмет Байтұрсынұлы рухани көсемі болды. Социалистік реализм классикалық әдебиет пен көркем өнердің барлық түрлерінің ең жоғарғы әрі ерекше түрі. Кеңес әдебиеті мен өнерінің негізгі шығармашылық көркем әдісі болды. Реализмнің дамуындағы жаңа ең жоғарғы кезеңі ол социалистік реализм 20 ғасырдың басында құралып қалыптасты. Кеңес әдебиеті мен өнерінің негізгі әдісіне айналды. Социалистік реализм елімізде коммунистік қоғам орнату, кеңес адамдарын жаңа жас өспірімді коммунистік рухта тәрбиелеу, олардың коммунистік саналылығын арттыру, халқымызды социалистік интернационализм және патриотизм рухында тәрбиелеуді талап етті. Социалистік реализм рухында жазылған көркем әдебиет пен көркем өнердің міндеті бейбітшілік қорғау мен прогресшіл адамзатты бақытты өмірге баулу болып табылады. Ол кеңес суретшілерін күнделікті өмір шындығына ақиқатты жырлауға шақырды. 20 ғасырдың басы Ұлы Абайдың ағартушылық, бостандық дәстүрін жалғастырумен қатар, отаршылдыққа қарсы күрес пен тәуелсіздікті аңсау идеясын ашық айтып көрсету ғылыммен басталған еді. Кеңес дәуіріндегі қазақ әдебиетінің көрнекті өкілдері Ахмет Байтұрсынов, Міржақып Дулатов, Мағжан Жұмабаев, Бейімбет Майлин сынды қоғам қайраткерлері мен ақын жазушылар қазақ әдебиетін алға сүйреді. Кеңес дәуірінде әдебиетке келген ақын жазушылардың барлығы да осы толқынмен қайраттанды. Әдебиетшілеріміз қазақ әдебиетін көркемдік, эстетикалық тұрғыдан байытып, жаңа жырлар туғызып, жетілуіне үлес қосты. Сұлтанмахмұт Торайғыров поэмалары, лирика өлеңдері, публицистикалық мақалалары ақынның түрлі саладағы ізденістерін айшықтады. Әдебиеттегі сыншылдық бағытты дамытып, ағартушылық идеяны көркем сөз арқылы өрістеуге Сәбит Дөнентаев, Мұхамеджан Сералин, Спандияр Көбеев, Бекет Өтетілеуов, Тұрмағамбет Ислеуов, Умар Қараш, Нарманбет Орманбетұлы, Бернияз Күлеев сынды ақын жазушыларымыз елеулі еңбек сіңірді.
19-20 ғасырлар аралығында бүгінгі жаңа заман жағдайына лайық ұлы философиялық ғылыммен қаруланған жаңа реализм туды дедік. Бұл бұрынғы классикалық дәуір жасаған сыншылдық реализмнің барлық жақсы прогрессивтік дәстүрлерін эстафета ретінде қабылдап, буржуазиялық модернизмге мүлдем қарама қарсы принциптерді жүзеге асырды. Көркем өнер мен әдебиеттің бұдан бұлай қарқынды дамуы нағыз революцияшыл реализм болып табылды. Әдебиеттегі цензура бұл билік немесе қоғамдық институттар тарапынан көркем шығармаларды баспасөзді бақылау және шектеу механизмі болды. 20 ғасырдың басындағы, әсіресе 1910 және 1917 жылдар аралығында 20 жылдардың басы қазақ әдебиетіндегі цензура ерекше саяси жағдайда қалыптасты деп айтсақ болады. Бұл кезеңде әдебиет патшалық Ресейдің идеологиялық қысымынан құтылып, ұлттық азаттық идеясын ту еткенімен цензураның жаңа түрлерімен бетпе-бет келді. Патшалық цензура 17 жылға дейін болса, Ресей империясы қазақ тіліндегі басылымдарға айқап, қазақ газеті қатаң бақылау орнатты. Ұлттық сананы оятатын, діни тазалықты немесе отарлау саясатын сынайтын шығармаларға тыйым салынды, немесе түзетулер енгізілді. Алаш қайраткерлерінің еңбектеріне қысым жасалып, Ахмет Байтұрсынұлы, Міржақып Дулат сынды алаш зиялыларының қаламдарына шектеу қою әрекеттері жиі болды. Дулатұлының шығармаларындағы отаршылдыққа қарсы ойлар цензура тарапынан алынып тасталды.